Желіде танымал әнші Нұрлан Еспановтың ұлы Олжас Еспанов белгісіз қыздарға интимді хаттар жазды деген мәлімет тарады, деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Оның бейәдеп әңгімесі әлеуметтік желіде, дәлірек айтсақ TikTok платформасында таралып кетті. Тараған ақпаратқа сүйенсек, ол белгісіз бір қызға жыныстық қарым-қатынасқа үгіттеген сөздер жазған. Осыдан кейін Олжас Еспановтың парақшасы бұғатталған. Желіге жазбаларды жүктеген қызды видеоны қайта өшіріп тастаған. Желі қолданушыларының пікірі екіге жарылды. Бірі қателеспейтін адам жоқ, періште емес қой, әлі жас, ақыл тоқтатсын деп қолдау білдіріп жатса, кейбірі атың шықпаса жер өрте, қарындастарыңа осылай жазса қалай қарайсың деп сөгіп жатыр. Дауға қалған жігіттің әкесі әнші Нұрлан Еспановқа Адырна ұлттық порталының тілшілері хабарласып мән-жайды білгісі келгенде, телефоны бірнеше күннен бері сөндірулі. Әлеуметтік желіде де ешқандай мәлімдеме әзірге жасалған жоқ. Айта кетейік, Олжас Еспанов таяуда өзінің басынан өткерген оқиғасын арқау етіп, Олжас махаббат кітабын жарыққа шығарған еді. Одан бөлек 2020 жылы Олжас Еспанов Нұр Отан партиясының атынан депутат болуға үміткер ретінде праймеризге қатысты. Сондай-ақ ол 2018 жылы IQ Қазақстан ұйымының арнайы тестілеуіне қатысып, ең ақылды деп табылған 30 адамның қатарына енді.